Сәлем, менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың табиғаттағы су тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сонымен бізде бірінші сұрақ. Су қандай қасиеттерге ие екенін түсіндіріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы. Су әмбебап еріткіш болып табылады. Бұл жердегі барлық тіршілік иелері үшін өте маңызды. Себебі олар өздеріне қажетті қоректік заттарды ерітінді күйінде алады. Су табиғаттағы ең берік зат. Таза су түссіз, иіссіз, дәмсіз, мөлдір, сұйық зат. Екінші сұрақ. Судың қандай бірегей қасиеттері бар? Мысал келтіріңдер. Екінші сұрақтың жауабы. Су табиғаттағы ең берік зат. Тіпті уақыт өте келе су гранитті де бұза алады. Су бір мезгілде 3 түрлі агрегаттық күй, яғни сұйық, мұз және су буы ретінде бола алады. Сонымен қатар қатқан кезде судың көлемі ұлғаяды. Бұл қасиет суды басқа сұйықтардан ерекшелендіреді. Үшінші сұрақ. Берілген температуралар мен судың агрегаттық күйлерін сәйкестендіріңдер. Судың қатты агрегаттық күйіне бізде -5 температура, 0 температура, және де -45 және де -80 температурасы жатады. Яғни А, Б, Г, Д нұсқалары. Келесі судың газ бу агрегаттық күйіне бізде В жатады, яғни ол 150 градус. Келесі сұйық агрегаттық күйде бізде +16 және де 80 жатады. Бұл Ә және Ғ нұсқалары. Төртінші сұрақ. Судың ластану көздерін атаңдар. Төртінші сұрақтың жауабы. Суды ластаушы көздерге біз өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар, химиялық заттар және тыңайтқыштар, тұрмыстық қалдықтар, жер асты суларымен жалғанатын құбырлар, мұнайдың төгілуі, кәріз сулары және тағы да басқа да заттарды жатқыза аламыз. Бесінші сұрақ. Үйлеріңде суды тиімді пайдаланудың 5 мысалын келтіріңдер. Бесінші сұрақтың жауабын мен өз нұсқамда жаздым. Сен де өз нұсқаңды жазып толықтыруыңа болады. Бірінші. Суды мөлшерімен пайдалану. Екінші. Ыдыс жуатын, киім жуатын арнайы машиналарды көп пайдаланбау қажет. Өйткені олар мөлшерден тыс су жұмсайды. Үшінші. Себепсіз суды көп ағызбау қажет. Төртінші. Өзің тауысатындай суды стаканға құйып қана ішу қажет. Бесінші. Пайдаланылмаған таза су қалып қойса, оны ағызып жібермей міндетті түрде қолдану қажет. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Лайк, комментарий жазуды ұмытпа, міндетті түрде тіркел. Достарыңмен бөліс.